Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай керемет тағамның түрін ұсынғалы тұрмын. Қараңыздар, мынау іші де керемет піскен. Сондықтан ішінде сюрпризі бар. Тефтели деп аталады. Соны сіздермен қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Қараңыздар, көп азық-түлік онша кетпейді. Мынау етімізді әдемілеп жайластырып қойдық. Бұл ортада бізге мынау пиязды күштен өткізіп алайын дедім. Майдалап турасаңыздар да болады. Бірақ маған ыңғайлысы осы күштен өткізіп алу болды. Міне көріңіз. Жақсы бүтіп. Мына сарымсақты да 4-5 дана өткізіп алу керек. Сарымсақты керек бізге. Міне сарымсақты қосайық. Міне сарымсағы мен пиязын қостық. Енді бұл жерге күріш керек. Кішкене ғана күріш керек. Көбісі піскен күріш салып жатыр. Жартылай піскен, мен пісірмедім күрішті. Жұмыртқасын қосып алдық. Енді бұл жерге керек мына дәмдеуіштер. Қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып алыңыздар. Енді әдемілеп араластырып алу керек. Міне мынандай ыдысым бар еді менің. Сол ыдысқа салып көз мөлшерде қанша көлемдігі бар, соны біліп алуға болады. Міне осылай жасап жатырмыз. Енді бұл тефтелидің ортасына, тефтели дейді оны. Орыстар, енді қазақтар да білмеймін не дейтін. Арасына мынандай ірімшік салып жатырмыз, сиыр салып жатырмыз. Міне. Бірінші мынандай көз мөлшерін жасап алып жатырмыз. Арасына бір мынандай ірімшік салып жатырмыз. Бұл керемет тағам болуға тиіс. Құда қаласа. Енді міне тағы да біреуін алайық. Міне үлкендігін өздеріңіздің ыңғайлығына қарап жасаңыз. Кішілеу десеңіз кішілеу, үлкендеу десеңіз үлкендеу. Отбасыңызға қандай үлкендігі ұнайды, соған байланысты жасай беріңіздер. Міне мынау жылы су, қайнаған су. Соған мынау томат салуымыз керек. Соус дайындап алуымыз керек. Сосын ұнын салып алуымыз керек. Енді осының ішінде ұнтақ қалмау үшін әдемілеп араластырып алуымыз керек. Бізге соус керек. Міне тұз салып қажет жоқ, томаттың тұзы бар. Тұзын тамақ істеп жатқан кезде көрерсіздер. Болды. Енді қазанға барамыз. Міне қазанға да келдік. Мен кішкентай қызыл пиязым бар еді, соны астына қуырып жібердім. Сондықтан қуырылып қуырылдым. Қызартып қуырып алсаңыздар болады. Ондай істейтін тамақ суарып. Мені әбден қызарып әдемілеп піскеннен кейін қуырылғаннан кейін соусын құямыз. Енді осыны қайдап шыққаннан кейін бір 20 минут ұстасаңыз болды. Ол екі ортада гарнирін дайындап алыңыз. Жанына картоп қоясыз ба, күріш қоясыз ба, қарақұмық қоясыз ба, лапша қоясыз ба,
өзіңіз білесіз. Міне орташа отта қайнап жатыр. Қазір 10 минуттан кейін дайын болады. Құда қаласа. Бұл жерге сәбіз қоссаңыз да болады, жанына картоп қоссаңыз да болады. Мен ештеңе қоспадым. Сол күйінде әдемілігін сақтайын дедім. Міне гарниріне лапша пісірейін деп жатырмын дедім. Лағман қояйын деп ойладым. Міне 40 минуттай тұрды. Қараңыз. Мен кешегіден алған гречкам бар еді, соған қойып жатырмын. Себебі біздің үйде глютен жемейтіндер бар. Соларға арналған. Бүгінгі пісіргенім мынау. Лағман. Тойымды тамақ болсын деп істедім, қараңыз. Керемет тағам болды. Глютен жейтіндерге де, глютен жемейтіндерге де. Соусының өзі қандай керемет. Иісі аңқып қоя берді. Қараңыз. Енді біреуін алып көрейік. Қалай піскен екен. Қандай ішіндегі ірімшігі де күшті болып қараңыз. Керемет болған ғой. Міне осы менің әдісім ұнаса, осылай да жасап көріңіздер. Тефтелейді түрлендіру мақсатында мен ішіне сюрпризін қостым. Сіздер де көріп қойыңыздар. Көріңіздер, сіздерге ұнап қалатыны сөзсіз. Осы әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Астарыңыз дәмді болсын.